Құрметті қонақтар, ардақты ұстаздар, қазіргі таңда математика мұғалімі қандай болу керек және математика пәні қалай өтілуі керек атты семинарымыздың жабылу салтанатына қош келдіңіздер. Мы рады вас приветствовать на торжественном закрытии семинара по математике. Бала сүйсең жаныңда таң атады, сәби сіздің жазылмас жара табы. Жақсы бала дос жарды сүйсіндіріп, жаман бала жауыңа талатады. Сыздыкова Гүлмира, сәби болғым келеді. Мұқағали Мақатаев. Қабыл алыңыздар. Көмістен жаратылған сәби болғым келеді-ау, сәби болғым, бұл өмірге хабарсыз жаңа туған сәби болғым келеді-ау, хабарсыз жаңа туған. Отта болғым келмейді, жылуым бар, келіңдер жылыныңдар. Сәби болғым келеді-ау, сәби сәби болғым келеді-ау, сәби болғым, күн сәулесі ойнаған тұлымымда. Тар бесігі кең жаһан тарылмаған, біреуге бар, біреуге табылмаған. Сәби болғым келеді-ау, сәби болғым, ана сүті аузымнан арылмаған. Сәби болғым келеді-ау, сәби болғым, ана сүті аузымнан арылмаған. Сәби болғым келеді-ау, сәби болғым, бұл өмірге хабарсыз жаңа туған. Для поздравления и церемонии награждения приглашаем на сцену директора Назарбаев интеллектуальной школы физико-математического направления Раисову Кульфариду Бабагумаровну. Сертификат. Математика пәні мұғалімдерінің бірінші республикалық семинарында математикадан оқушылардың ұлттық құндылықтарын дамытуға арналған тапсырмалар жинағы тақырыбы бойынша шеберлік сағатын өткізгені үшін Балаби Жазираға беріледі. Дәл осындай тақырыппен Тұрлыбаева Зәуреш,
аудандық олимпиада есептерін талдау тақырып бойынша әрін мұғалім фамилиясы. Сонымен қатар қолданбалы бағдарламасын қолданып қима тақырыбындағы есептерді шешу тақырыбы бойынша Аметова Суханға беріледі. Сонымен қатар математика сабағында қолданылатын тиімді әдіс тәсілдері бойынша Женсікбаева Сәулешке беріледі. Токибаева Гульсум. Современный урок в современной школе тақырыбы бойынша Мустина Айнұрға беріледі. Смаилова Гульжанат. Математика сабағында оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру жолдары бойынша Нақыпбаева Нурияға беріледі. Сонымен қатар NIS Math Organization сайтының мүмкіншіліктерімен таныстыру тақырыбы бойынша Бегайдаров Мұхтарға беріледі. Жақыпбаева. 9-шы сыныпқа арналған жиынтық бағалау тапсырмалары тақырыбы бойынша Туребаева Раяға беріледі. Математика пәні мұғалімдердің бірінші республикалық семинарында структура и особенности изучения раздела компьютерика в 10 классе тақырыбы бойынша шеберлік сағаттарын өткізген үшін беріледі. Рахметова Лаура. Және де 9-шы сыныпқа арналған жиынтық бағалау тапсырмалары тақырыбы бойынша Орынбасар Бақтиярға беріледі. Сертификат структура и особенности изучения раздела компьютерика в 10 классе. Устинова Наталья. Оқушылардың өзін-өзі басқару және жоғары оқуға түсу емтиханына дайындық жұмыстарының бір жүйелікке келтірудегі бейне сабақтарының әсері тақырыбында Бекіш Жандосқа беріледі. Математика пәнін оқыту сапасын арттыруда заманауи технологиялардың рөлі атты Масақбаева Сайраға беріледі. Математика пәні мұғалімдердің бірінші республикалық семинарында использование конструктора Лего на уроках математики тақырыбы бойынша шеберлік сағатын өткізген үшін беріледі. Лаговская Екатерина. Сонымен қатар математика сабағында белсенді оқу әдістерін қолдану тақырыбы бойынша шеберлік сағатын өткізген үшін Ержанова Нұргүлге сертификат беріледі. Геометриядан күрделі есептерді шығару әдістемесін таныстыру тақырыбы бойынша Тәуекел Хуанған сертификат. Quiz Allies бағдарламасы арқылы дифференциация тапсырмаларын құрастыру тақырыбы бойынша Утимбаева Гүлзинаға беріледі. Жыл мұғалімі атағының иегері, алгебра және анализ бастамалары оқулық авторы иегері, сонымен қатар есептер қоры KZ жобасының авторы, Қазақстан ұстаздарының тәуелсіз қауымдастығы қоғамдық бірлестігінің төрағасы және бүгінгі семинардың авторы Пак Олег Владимировичті ортаға шақырамыз. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы с вами виделись буквально несколько дней назад, позавчера, да? Я надеюсь, что время, которое вы потратили не зря. Надеюсь, что сегодня вы немного другие, чем были 2 дня назад. Надеюсь, что участие в семинаре прибавило вам не только профессиональных знаний, не только каких-то подходов больше математических, но и самое главное, воодушевило на дальнейшую работу, потому что встреча с коллегами, с такими же, как ты, всегда, то есть
когда встречаешься с коллегами, понимаешь, что ты не один такой. Еще есть люди, которые рядом с тобой, плечом к плечу, работают. Вот. Я поздравляю вас с закрытием, с последним днем нашего семинара. Мы надеемся, что этот семинар будет только первым в числе многих семинаров, которые мы еще проведем именно в этом направлении. То есть такая мысль сделать такой наш семинар традиционным, ежегодным. Вот. Сейчас фидбэк собрали, да, Бдархан? Обратную связь собрали? Насколько полезно было? Через сайт, да? Давайте прямо сейчас опрос сделаем. Кто считает, что не зря приехал и провел время на нашем семинаре? Поднимите руки, пожалуйста. Все, спасибо большое. Все. Ну вот, все, собрали фидбэк. Как положено в конце урока. Ендігі кезекте марапаттауға рұқсат етсеңіздер, математика пәні мұғалімдерінің бірінші республикалық шығармашылық байқауының жүлдегері 3-ші дәрежелі дипломмен Замбарная Татьяна марапатталады. Дәл осындай тақырыпта 3-ші дәрежелі дипломмен Татарова Гүлшара марапатталады. 3-ші дәрежелі диплом Замбарная Хасан Татьяна Жансая. есть, да? Нет. Үшінші дәрежелі дипломмен Хасан Жансая марапатталады. Математика пәні мұғалімдерінің бірінші республикалық шығармашылық байқауының жүлдегері 3-ші дәрежелі диплом Аймукашева Гүлнар марапатталады. 3-ші дәрежелі диплом Асилбекова Культай марапатталады. Үшінші дәрежелі дипломмен Ахмет Нұрсұлтан марапатталады. Әрін Қайсаұлы марапатталады. 3-ші диплом. Үшінші дәрежелі дипломмен Бекіш Жандос марапатталады. Құттықтаймыз. Математика пәні мұғалімдерінің бірінші республикалық шығармашылық байқауының жүлдегері Катибеков Ербол 3-ші дәрежелі дипломмен марапатталады. Үшінші дәрежелі дипломмен Құттыбаева Торғын марапатталады. Құттықтаймыз. Үшінші дәрежелі дипломмен Сейітбекова Ляйля марапатталады. Математика пәні мұғалімдерінің бірінші республикалық шығармашылық байқауының жүлдегері Төлеген Маулет 3-ші дәрежелі дипломмен марапатталады.
дәрежелі дипломмен Өрлеу Наржол марапатталады. Үшінші дәрежелі диплом Сейіткалиева Гүлзираға беріледі. Құттықтаймыз. Тағы да үшінші дәрежелі диплом Тоғанбай Арманға марапатталады. Сүлейбек Қалибекті үшінші дәрежелі дипломмен марапаттау үшін ортаға шақырамыз. Құттықтаймыз. Буранбаева Асель үшінші дәрежелі дипломмен марапатталады. Үшінші дәрежелі диплом Буранбаева Гүлжанға марапатталады. Математика пәні мұғалімдерінің бірінші республикалық шығармашылық байқауының жүлдегері Сыздықов Асқарды үшінші дәрежелі дипломмен құттықтаймыз. Және де соңғы үшінші дәрежелі дипломды тапсыру үшін ортаға Маккамбай Фирузды шақырамыз. Екінші дәрежелі диплом математика пәні мұғалімдердің бірінші республикалық шығармашылық байқауының жүлдегері Қабасов Бағдат марапатталады. За занятое второе место Акмамбаева Айгерим. Бурные аплодисменты нашим победителям. За занятое второе место диплом Уалиханұлы Шыңғыс марапатталады. Уалиханұлы Шыңғыс. За занятое второе место Мирсаатов Азиз. Екінші дәрежелі диплом Жекенова Ақерке. Екінші дәрежелі диплом Әбіш Ақжол. Екінші дәрежелі диплом Қалжанов Қанат. Екінші дәрежелі диплом Мұратбаев Айбек.
Екінші дәрежелі диплом Даули Қымбат. Математика пәні мұғалімдерінің бірінші республикалық шығармашыл байқауының жүлдегері бірінші дәрежелі дипломмен Тәуекел Хуанганды ортаға шақырамыз. Қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Және де бірінші дәрежелі дипломмен Қайырбай Сұлтанғазыны бірінші дәрежелі дипломмен марапаттаймыз. Құтты болсын. Сонымен қатар Арқабаев Русланды бірінші дәрежелі дипломмен құттықтаймыз. Ортаға келіңіз. Және де үшінші, екінші дәрежелі диплом алған қатысушыларымызды ортаға жайлап шыға беріңіздерді сұраймыз. Ортаға дипломмен бірге шықсаңыздар. Математика пәні мұғалімдерінің бірінші республикалық шығармашыл байқауының жүлдегері бірінші дәрежелі дипломмен Қайратжан Талант марапатталады. Шыға беріңіздер ортаға. Және де бірінші дәрежелі дипломмен Набиев Русланды марапаттаймыз. Барлық екінші, үшінші дәрежелері диплом алған қатысушылар ортаға келеміз. Ассалаумағалейкум, құрметті әріптестер. Енді бүгінгі болып атқан іс-шара біз үшін, математиктер үшін бір үлкен мейрам деп ойлаймын. Себебі бір шаңырақтың басына бүкіл елімізден 160-ға жуық, 165-тей математиктер жиналды. 160 математикті бір жерде көрген адамдар бар ма бізден басқа? Енді мына жерде бізде үшінші, екінші, бірінші дәрежелі диплом алып атқан әріптестерімізге кішігірім мына жерде сыйлықтар таратып жатырмыз. Жалпы мына шығармашылық республикалық семинардың өтілуіне демеушілік жасаған бірнеше тұлғалар бар еді. Соларға алғыс хатымыз бар бізде. Ол Ырысбек Мәуіт, Астанада зерделі ақыл-ой мектебінің директоры. Сол кісіге алғыс хатымыз бар. Демеушілік жасаған үшін біз алғысымызды білдіреміз. Алғыс хат Аятжан Ахметжанұлына, республикалық Қазбілім орталығының директоры. Ол кісі де біздің семинардың өтілуіне демеушілік жасады. Үшінші алғыс хатымыз ол Бегайдаров Мұхтар, өздеріңіз көріп жүрген семинардың сайтын жасап шыққан сол жігіт. Енді семинарды қорытындылай келетін болсақ, мен өзім негізі бұл идея бірден пайда болған кезде Олег Владимировичпен екеуміз ақылдасып отырып, осы семинар жүзеге асыруға тырыстық. Олег Владимирович ол мен мектептегі ұстазым. Мұғалімдік өмірімде жетекшім, өмірде ағам деп айтсам болады.
жалпы айтайын деген, біз ешқашан ұстаздар, біз ешқашан жүйеге әлде басқа біреуге қызмет етпеу керекпіз. Біз ұлы идея, ол тек қана білімге ғана қызмет ету керекпіз. Және алдағы уақытта солай болады шығар деп үміттенемін. Уважаемые учителя, поздравляем вас с закрытием семинара по математике. Мы говорим вам спасибо за ваш труд, за вашу сплоченность и волю к победе. Благодарим всех за внимание и участие. До новых встреч! Алдағы келе жатқан ұлыстың ұлы күні Наурызбен құттықтай отыра, бүгінгі семинарымызды жабық деп жариялаймыз. Барлықтарыңызға сәттілік, шығармашылық табыс тілейміз. Құрметті әріптестер, мұғалімдер болса, ортаға келсеңіздер болады. құрметті әріптестер, мына семинарға қатысты деген сертификатты қазір біз өзіміз таратып береміз. Сіздер орындарыңызға отыра берсеңіздер болады. Құрметті математиктер, кафедран, мына жерге келсеңіздер. Және де ортаға шеберлік сағаттары мен сертификатпен марапатталған ұстаздарымызды ортаға шақырып, естелік суретке түссек. Бірінші онда шеберлік сағаттар, содан кейін барлық қатысушылар ортаға жиналамыз. Сәрсенбек ағай, бәрін суретке түсіріп жібереміз ғой. Может, апай барлығы сыймайды дейді фотоаппаратқа. Апай хотя бы мына жерде